Құрметті достар, Қазақстан Республикасында әскери инженер даярлайтын бірден-бір институт радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты. Бүгін біз сіздерге осы институт туралы және байланыс кафедрасы туралы толықтай таныстыратын боламыз. Бүгін бізге институтымыз туралы және де байланыс кафедрасы туралы толықтай таныстыратын Ұлахан Жандос. Құрметті достар, институтта оқу мерзімі негізгі 4 жылды қамтиды. Түскен құжаттардың барлығы дерлік мемлекет тарапынан қамтамасыз етіледі. Олардың жататын орны, күнделікті үш мезгіл тамағы, киім-кешегі және де тұрмыс-тіршілікте қолданылатын заттардың барлығы тегін беріледі. Институтқа түскен құжаттар бітіргеннен кейін лейтенант шенін алып шығады. Одан бөлек бітіргеннен кейінгі жұмыспен қамтылуы барлығы дерлік 100% кепілдікпен қамтамасыз етіледі. Институт қазіргі Қазақстан әскеріне қажетті маңызды мамандықтарды дайындайды. Бүгін біз сол мамандықтардың ішіндегі байланыс мамандығымен танысатын боламыз. Байланыс кафедрасы болашақ офицерлерді қандай мақсатта, қандай бағытта даярлайды? Дәл осы сұрақты кафедра бастығының өзінен сұрап көретін. Біз байланыс кафедрасында болашақ байланыс мамандығы бойынша дайындық өткіземіз. Курсанттарды байланыс техникасы мен құралдарын үйретіп қана қоймай, күрделі жағдайда шешім қабылдауға да үйретеміз. Байланыс болмаса басқаруда болмайды. Сондықтан курсанттарды біз соғыс жағдайында, күрделі жағдайда шешім қабылдауға бейімдейміз. Қамқор жұлдызға. Жұлдыз, мен қамқор байланыстан. Мені жұлдыз қабылдап тұр. Мен сені 5 балға қабылдап тұр. Қабылдадым. Бізде байланыс мамандығында техникалар және де радиостанциялар өте көп. Солардың кейбіреуімен таныстырып өтейін. Бұл жерде сіздерде көріп отқандарыңыз, яғни біздің сарбаздардың, курсанттардың тасымалдау арқылы бір-бірімен байланыс орнатуы. Олар яғни жақын арақашықтықта бір-бірімен байланыс орнатылады, өте жылдам әрі тез. Бұл жерде мультиплексер, яғни қазіргі таңдағы заманауи техникалардың бірі болып табылады. Құралдар бізде көретінде, яғни күнделікті сөйлесетін телефондарды бір-бірімен яғни байланыс орнату болып табылады. Бұл жерде біз көріп отқанымыз кейінгі қазақстандық, яғни Барс радиостанциясы. Бұл радиостанция өздеріңіз көріп отырғандай компьютермен басқарылады. Бұл жердегі екі блоктың барлығы тек компьютермен, яғни компьютермен орнату арқылы бір-бірімен олардың жиілігін қоямыз. Арақашықтығы бұл жерде өте жоғары, яғни 1000-1500 километр, және де одан ары қарай, яғни телеграфтық жүйеге өтетін болсақ, 2500 километрге дейін арақашықтықта байланыс орнатуға болады. Бұл жерде бізде экран және де камера. Бұл жердегі экранмен біз яғни видеоконференция орнатамыз, камераны көру арқылы және де командирмен, бас штабпен байланысқа шыға аламыз. Өздеріңіз көріп отқандай, біздің курсанттарымыз осы жерден, яғни 3 мезгіл тамақ ішеді. Оқу мен тамақтанғаннан кейін демалу өте маңызды. Таза, жайлы, кітап оқуға, демалуға бар мүмкіндік жасалған. Ортамыз ұйымшыл, ауызбіршілігіміз мол. Біз дене даярлығымен қатар оқуды қатар алып жүреміз. Бұл біздің физикалық мықты болуымыз үшін және курсантқа қойылған нақты міндет. Біз үнемі шынығамыз. Нағыз офицер күшті әрі төзімді болуға. Осы институттан түлеп шыққан түлектер қазіргі таңда қарулы күштер, президенттің күзет қызметінде, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер және төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты бөлімдерде жауапты қызметтер атқарады. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты сені күтеді, жас талапкер.